Жүр досым кітапханаға, көп керек ақыл балаға. Көңілді күйе оқиық жиі, кітап оқы жанға дауа. Жүрегімен оқы, көңіліңе толқы, қайта оқып жаттап ал. Кел қатарда қалма, кітап оқысам. Әли, сен қандай кітап оқып отырсың? Мен Қаңбақшал ертегісін оқып отырмын. Ертеде, ешкі жөніп өртеде, Қаңбақшал мен кемпір болыпты. Шалым-ай, бізге біраз керек болды ғой, қарап отырмай орманға барып тамақ тауып келші. Жарайды кемпірім, мен кеттім. Қаңбақ болсам да бірдеңе тауып келермін. Сөйтеді де Қаңбақшал желмен бірге бұлмалай жөнеледі. Бір кезде Қаңбақшалдың алдынан аю шығады. Мен сені жеймін. Қарным ашып тұр еді, жақсы болды ғой. Тоқта аю бауырым, мені жеме. Менің үйінде кемпірім бар, ол бай. Үйіміз толы бал мен май. Сені соған апарайын. Қаңбақшал мен аю бірге келе жатқанда алдарынан қасқыр атып шығады. Бәлем, олар менсіз қайда бара жатыр? Мен Қаңбақшалмын. Менің үйіме бал мен май көп. Соған бара жатырмын. Онда мені де алып кетіңдерші. Жарайды, сен де бізбен жүр. Үшеуі бірге келе жатқанда алдарынан қуланып түлкі шығады. Бұлар қайда бара жатыр екен менсіз? Ей, сендер қайда бара жатырсыңдар менсіз? Менің үйімде бал мен май көп. Наларды қонаққа апара жатырмын. Мен де барайын. Жарайды, сен де бізбен жүр. Барлығы Қаңбақшалдың үйіне жол тартты. Кемпір! Ау шағым! Үйдің артына үлкен шұңқыр бар. Қонақта бар сыйлықтан дайымыз. Қонақта менімен бірге жүріңдер. Құрт пен май сонда. Түсіп кетті. Ойбай, түсіп кетті. Ойбай, ақылым бар, өздері кінәлісіңдер, жамандық тілеген. Осылайша Қаңбақшал айласымен аюды, қасқырды, түлкіні жеңді. Кішкентай болса да ақылы асқан нағыз батыр Қаңбақшал болды.